Қандай керемет дастархан. Сәлеметсіздер ме, құрметті әжелер, аналар және балалар. Бүгін ерте жастан еңбекке және кәсіпке баулу пилоттық жобасының ұлттық тағамдар кішкентай аспаздар атты байқауына қош келдіңіздер. Бұл бізде әжелер және аналар мектебінің жұмысын жандандыру мақсатында ұйымдастырылып отыр. Бүгін бізде Алиханның әжесі келіп отыр. Алиханның әжесіне сөз берейік. Сәлеметсіздер ме, балдар? Сәлеметсіздер. Қалайсыздар? Жақсы. Ал бүгін бізде ұлттық тамағымыз бауырсақ пісіреміз. Мына бауырсақтың құрамында бауырсақ жасау үшін құрамына мен су қостым, тұз қостым, май қостым, ұн салдым, жұмыртқа салдым. Соны сендерге әзірлеп әкелдім. Қазір осыны сізге бөліп берем. Сосын бәріміз жасаймыз. Жарай ма? Иә. Ал қызым саған мынадан бәліш пісіріп жарай ма? Енді қойыншағым сен ома пикс пісір. Сен деген қызым тоғаш пісір. Бізде баламыз екеуміз қазір бауырсақ пісіреміз да? Мен доғаш жасадым. Жақсы бәліш жасаған, доғаш жасаған екенсің. Әдемі екен. Саламатсыздар ма, балалар? Сіздер аналар мектебінен қазақтың ұлттық тағамдарын алып келдік сіздерге. Қандай керемет, әжелеріңмен күшті бауырсақ, бәліш пісіріп жатыр екенсіңдер. Қандай керемет. Біз сіздерге жем, ірімшік алып келдік. Балалар, сіздерге біздерден көмек керек па? Қане біздер сіздерге көмектесіп жіберейік. Ал, көмектесіңдер балдарға. Кеттік бала майға пісірейік, бауырсақтарың әдемі шыққан екен. Бірге барып пісіреміз да? Алихан ма? Жүрек тағы да. Алып кеттік балам. Өзің ұста. Келе ғой. Тастаймын балам. Сосын екеуміз бауырсақ пісіреміз. Біз екеуміз мынандай бәліш пісіреміз, қазір бізге ол үшін мынандай тәтті тосап керек, Сен маған көмектесесің бе? Иә. Кел, тәтті тосапты сен мына жерге сала ғой. Әдемілеп тәтті тосабымызды саламыз. Мінекей, ой жарайсың, қандай керемет. Оны осы жарайды, енді оны осылай бекітеміз, тәтті тосабымыз сыртына шығып кетпеу үшін. Осылай бекітіп, одан мына жерін әсемдеу үшін пышақпен былай бөлеміз, бөлеміз. Сосын әсемдейміз, әсемдейміз. Қара міне. Былай орайық. Былай ораш. Орай ғой. Мына жаққа келеміз. Жаққа былай әкелеміз мыналарды. Тәтті бәлішім дайын. Енді оны пешке саламыз. Гаухар, енді біз тәтті бәліштерімізді дәмділеп пісіреміз, пешке салып. Кел мынаны қояйық. Мұнда. Ой, қандай керемет. Қазір күшті Гаухардың бәліштері дайын болады, Пешті аша қой, маған көмектесші. Ішіне сала қоста. Ішіне салам. Ой, керемет. Кел, жабамыз, есігін жабайық. Ал, Омар, екеуміз қазір пицца дайындайық. Енді сен қара өзің қасықпен айналдырып шығармай, ұлғап шығарамыз. Ой, жарайсың. Біресі ет саламыз. Жарайсың, мұны дұрыс айттың. Енді екінші не саламыз? Жеп себеміз. Пиццамыз дайын. Енді пешке апарамыз. Достарымның пиццасы дайын болғанша екеуміз дәмділеп тоқаш пісірейік, жақсы ма? Оған арнайы мен осылай қамыр дайындап алып келдім.
Екеуміз осының ішіне әдемі қылып салайық. Дайын бәлішті сосын әдемі қылып әрлейміз екеуміз. Салған тестіні осылай соғып, бір келгі етіп аламыз, қызым. Бұл сонда біздің тоқашымыз өте әдемі болып, керемет болып көтеріліп шығады. Анашым пешпа. Я, пеш ыстық. Бауырсақтарым дайын. Жақсы болды, әдемі болды. Енді тәп-тәтті болады бауырсақ. Менің тоқаштарым дайын. Енді мен оларды сәндеймін. Анашым көмектесші. Ал балалар, біздің бүгін әкелген ұлттық тағамдардан сары ірімшігіміз бар, жентіміз бар, құртымыз бар. Керемет бір композиция жасайық. Не жасасақ екен, а? Күн жасайық. Әрқашан аспанымызда күніміз жарқырап тұрсын, иә? Біздің күніміз күлімдеп тұр екен, иә? Қандай керемет, әдемі. Жасап жіберейік. Ал балалар, жемістерді керемет тазалаған екенсіңдер. Енді жемістерден керемет дәмдетіп салат жасайық бәріміз. Жүзім жейді. Бір-бірден ұжып жейді. Маминді йогурт саламыз ба? Я, қызым, Омар екеуін йогурт салыңдар. Ал балалар, бір керемет ойын ойнаймыз қазір. Мына тағамдардың дәмін татып, не екенін тауып аламыз. Жарай ма? Мен сенің беттерін, көздеріңді жабамын. Дәмін қарашы. Бұл не? Су. Су, жарайсың. Süt. Не? Ayran. Айран? Бұл не? Алихан? Güzel. Көше, жарай. Айару, Гаухар, екеуміз сіздермен ойын ойнайық, иә? Мына біздің экранда пайдалы және зиянды тамақтар тұр. Соны сіздер білесіздер ме, жоқ па? Бірге тексерейік. Ал Айару, қарай онда, экранға қараңдар. Айару, мына сүт өнімдері, ірімшік, бұл бізде қандай тамақ? Айта ғой. Қандай тамақ? Айта ғой. Дауысын шығарбайсыз. Пайдалы тамақтар, иә? Аха, оны пайдалы тамаққа барамыз. Керемет. Дұрыс, жарайсың. Гаухар, бізде кола деген сусын пайдалы ма, әлде зиянды тамаққа жата ма? Ziyan. Дұрыс, зиянды тамаққа. Аха, зияндыға апара ғой. Жарайсың. Айару, бізде мынандай бургер тұр екен, иә? Сендер бургерді қатты жақсы көресіңдер ғой. Сонда бургер бізге қандай тамақ? Зиянды тамақ па әлде? Қандай тамақ? Пайдалы тамақ. Зиянды тамақ, дұрыс айтасың. Апара ғой. Керемет. Гаухар, бізде мына жерде керемет жеміс-жидектер тұр екен. Жеміс-жидектер ол пайдалы тамақ па, әлде зиянды тамақ па? Faydalı. Дұрыс, пайдалыға апарайық. Жарайсың. Келесі кезең дастарханды сәндеу. Olsun, ikimiz sizbin жасайық. Алиха, мен пиццам дайын. Ал балалар, дастарханымызды керемет қылып жайдық. Енді дастарханымызды сәндейміз. Міне, тарелкаларымызды қойдық, алдарымызға майлықтарымызды қояйық. Әжесіне, Алиханға және Гаухарға. Балалар, қасықтарымызды оң жаққа, шанышқыларымызды сол жаққа қоямыз. Бәріміз қойып шығайық балдар. Қандай керемет дастархан. Балалар, бүгін біз не істедік, не пісірдік? Айтыңдар. Пицца, тоғаш, Сосын? онда пончик, сосын пирога, О, міне, бәрі дәмді болған, әдемі болғанда, қазір ауыз тиіп қараймыз. сосын пончик. Иә, Пончиктің дәмін көреміз. көреміз дәмін, бәрін дәмін көреміз қазір.
керемет дастарханмен дәмділеп көже жейік балдар. Керемет.